Қайырлы кеш. Так, қыздар, бүгін бізде сұрақ-жауап эфирі. Жалпы сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Жалпы алда болатын терапиялық шоу, кеш, семинар жайлы да сұрақтарыңыз болса, спокойно жазып қоя беріңіздер. Сізді көріп қуанып қалдым. Рахмет, қыздар. Мен де қуаныштымын сіздермен бүгін қауышып отырғаныма. Қандай семинар, қашан дейді? Ойбой, Гаухар ханым, сіз бәрінен құр қалыпсыз ғой. Неше күн болды жарнамалап жатырмын ғой. Шоу терапиялық семинар. В общем, мен сіздер тойға шақырайын деп жатырмын. Кәдімгі ресторанда фуршет, дастархан, конкурс, номинация, красная дорожка, білім, үлкен экранда кәдімгідей ше. Кәдімгі үлкен той болатын ресторанды жалдап, сол жерде мықты семинар өткізейін деп жатырмыз. Сіздер кәдімгідей тойда отырғандай дастарханда отырып, тамақ жеп отырып, рахаттанып білім аласыздар. Красная дорожкадан өтесіздер. Әдемі киімдеріңізді киіп құлпырып келіңіздер. Ол жерде номинациялар береміз. Грамота аласыздар. Әр келген әйелге менің авторлық блокнотымен ручкам сыйға беріледі. Сонан кейін брендовый сыйлықтар болады, конкурстар болады. В общем, қыздар, осы семинардан қалған адам бәрінен құр қалды деген сөз. Семинар. Бағасы 50 мың теңгеден. Бағасы небәрі 50 мың теңге. Бірақ ішіне осының барлығы келеді. Ешкім құр қайтпайды. Санира апай, егер еркек ештеңе әрекет жоқ болса, он мое зеркало, если я сама дегеннен арылсам, ол өзгереді ме дейді. Смотрите, девочки, вообще в отношениях, да, мужчина должен любить больше женщину. Когда әйел еркекті көбірек жақсы көреді, еркектен де артық жақсы көреді, и она готова все терпеть, даже если он ничего не делает, ничего не зарабатывает, этот мужчина не будет меняться. Айтайын ба, қыздар, когда женщина мужчину любит больше, это утопия. Когда женщина боится потерять этого мужчину, это утопия. Вот, например, то, что вы бегаете, я сама его терпите, это говорит о том, что вы боитесь его потерять. Тут надо поработать сіздің ішіңіздегі удобный ребенокпен. Вы удобный ребенок, которая боится быть неудобной. Оқу болады ма, қандай бағыт? Оқу самооценка бағытында болады, қыздар. Яғни өзіңді бағалау, самоценность, күйеумен қарым-қатынас, бала тәрбиесі барлығы болады, база беріледі ол жерде ше. Ой, қыздар, ол жердегі берілетін білімден айтамаймын ше. Кәдімгідей үлкен, кәдімгі анау нелерді, тойларда үлкен экран телевизордан көрсетіп атады ғой. Вот сол үлкен экранға шығарып тұрып білімдерді береміз. Сонан кейін сол экранға мак карталар шығарам. Білесіздер ғой, метафорический ассоциативный карты, я сіздің бейсанаңыздағы дұрыс емес установкаларды выявлять ететін. Соны алып сол жерде трансформациялаймыз. В общем, мощно болайын деп тұр енді, қыздар, өзім қызығып отырмын. Образдарыңыз дайындаңыздар. Сіздерден сұралатын нәрсе просто красивая болып, веселая болып келіңіздер. Қыздар. Түсінікпе, қыздар? Шымкентте 18 күні болады, Ақтөбеде 21 күні болады, 6 март Алматы қаласында болады. Ақтау, Атырау, надо принять, что мы из разного теста, и қанша тырыссам да ол комфортную жизнь не захочет, и это надо принять, дейді. Смотрите, почему для вас норма, когда мужчина не развивается, не растет, он просто рядом с вами принял удобную позу, вы стрессуете рядом с ним, да, а он в комфорте. Вообще, знаете, что женщина в стрессе, она погибает. То есть у нее рушится гормональный баланс, нервная система. Мужчина в комфорте, ол бұзылады да, ол құриды, понимаете, ол тура қатын сияқты болып кетеді, грубо говоря. Сол үшін не надо ничего принимать. Ладно, вы сейчас примете, но настанет такое время, когда ол сіздің басыңызға отыра бастайды, сіздің денсаулығыңыз құри бастайды, сіздің ішіңізде раздражение басталады, недовольство басталады, потому что әйел стрессті ұзақ жүре алмайды. И сол кезде может быть уже поздно, понимаете? Поэтому я бы посоветовала вам начать работу с психологом и начинать принимать себя, любить себя, заботиться о себе, понимаете?
Ваша проблема в том, что вы себя просто обесценили как женщину. Когда вы себя обесцениваете как женщину, мужчина вас просто будет использовать как маму и все. Қыздарымды ұрамын, өзімді қатты кінәлі сезінемін, оларды ұрмас үшін өзімді ұрып тастадым дейді. Ойбай, ол это как? Қыздар, қыздарыңызды ұру деген нәрсе, вы понимаете, сіздер тура өздеріңіз сияқты әйел тәрбиелеп жатсыздар. Қыздарын ұратын әйел тура өзі сияқты жертва әйелдің программасын қыздарына салып жатыр. Когда қыз бала кішкентайынан ұрумен ғана тәрбиеленген болатын болса, оған таяқ жеу норма болады да. Ертең ол бейсаналы түрде агрессор, тиран, манипулятор еркекке күйеуге шығады. Хочет, не хочет, сондай еркекті выбирать етеді. Почему? Потому что для него это знакомый ад. Оның таныс тозағы сол. И в итоге ол бақытсыз болады. Понимаете, қыздар, сіздер балаларыңызға жандарыңыз ашса, здесь надо начать работать над собой. Неге сіз оны ұрасыз? Потому что сіздің ішіңізде шықпай алған обида бар. Сіздің ішіңізде өзіңізді қабылдамау бар. Сіз просто өзіңізге жаныңыз ашымайды. Сіз өзіңізді не принимайте, вы өзіңізді толтырмайсыз. Мына қызды ұру деген, балаларды ұру деген, олардың энергиясымен питаться ету деген сөз. Балалардың энергиясын сорып алғаннан кейін, ол балалар өмірге құлықсыз болып қалады. Олар ештеңеге талпынбайтын болады. Олардың өмірде жол болмайды. Қазір олар кішкентай кезінде ұрып тәрбиелейсіз. Олар кейін өседі, бой жетеді. Сол кезде олар сізді просто қадірлемейтін болады. Потому что сіз оларды уже ол кезде ұра алмайсыз. Оларға бойыңыз да жетпейді, шамаңыз да жетпейді. Сол кезде не аласыз? Бала деген ол депозит сияқты. Қазір не саласыз, соны ертең процентпен қайтарып аласыз да. Понимаете, здесь надо просто работать над собой. Өзіңді ұру деген не ол? Өзіңді ұру. Видимо, сізді кішкентай кезіңізде ұрып тәрбиелеген. Видимо, сізді кішкентай кезіңізде адамқорлық көрмеген. Сол өшіңізді енді қыздарыңыздан алып жатсыз. Саналы әйел, бала-шағасын ойлайтын, болашағын ойлайтын, өз өміріне жауапкершілікпен қарайтын, кішкене санасы бар әйел бұндай кезде проблеманы қалай шешсем деп маман іздейді. Терапияға келіңіз. Қайда қалмаған ақша солшы. Понимаете, мен мына жерде бір өзіме маған кел деп отырған жоқ. Мені қымбат санасаңыз, басқа бір психологқа барыңыз. Но факт тот, что надо работать. Оны ұрдым, сосын өзімді ұрдым деген не ол? Қыздыңызды ұрасыз, потом чувство винидан өзіңізді ұрасыз, одан кейін барып қайтадан қыздарыңызды ұрасыз. Қыздарыңыз ертең біреуден таяқ жейді, сонда олардың өмірі не болды? Алла тағала оларды сізге аманат қылып сол үшін берді ме? Таяқ жегісін деп берді ме? Вы поймите тот факт, что сіздің қазір балаларыңызды ұрмай тәрбиелеуге санаңыз, ақылыңыз жетпей жатыр. Жетпей жатса, қосу керек те, ақылға ақыл қосу керек. Жекеге қабылдау онлайн 50 мың, офлайн 60 мың теңгеден. Скоро онлайнда, офлайнда 60 мың теңгеден болады. Өзіңнің психолог екеніңді қалай анықтауға болады дейді. Енді психология ұнай ма? Сізге адаммен жұмыс жасау ұнай ма? Адамдар сізден көмек сұрай ма, ақыл сұрайды ма, қаншалықты адамдармен коммуницировать ете аласыз, олардың ішкі күйін түсіне аласыз, анализировать ете аласыз, потом білім алу керек. Ол анандай адам психолог болып туа салмайды, қыздар. Ойбай, мен психолог екенмін деп тегіннен тегін, қалай деп айтсам, бостан бос білім алмастан просто елге налево направо совет беруге болмайды. Білім болу керек ше. Анан жолып алған ақпаратпен жұмыс жасамай, просто біліміңіз болса өзіңізде де сенімділік болады ғой. Потом психология деген ол терең ілім, адамның жан дүниесіне кіріп қалтарысына кіргеннен кейін сол жерден қалай айтсам екен, бір кейде мен мысалы адамды клиентпен жұмыс жасап отырған кезде мынандай бір сезімде боламын да, как будто мен бір анандай лабиринтке кіріп кеткендеймін ше. Енді менің аналитикам, менің білімім, біліктілігім, менің ішкі ресурсым ана адамды сол лабиринттен дұрыстап әдемілеп бәрін орнына қойып алып шығу. Яғни мен алдыма келген адамның жан дүниесіне ремонт жасаймын да, керек емес ескі мебельді лақтырамыз, жуып тазалаймыз, сосын орнына әдемілеп тұрып гүл егіп, әдемілеп тұрып шаңын сүртіп, пердесін іліп сөйтіп шығамыз да. Соған сіздің ішкі ресурсыңыз жету керек та. Оған жетпейтін болсаңыз білім алыңыз, өзіңізбен жұмыс жасаңыз, өзіңіздің жеке терапияңыз болу керек. Негатив ойлардан, ашуланудан қалай құтыламын? Маманның көмегі арқылы. Мысалы, шіріген тісіңізді өзіңіз жыламайсыз ғой,
Сол секілді. Дружу с парнем, как отвязаться от чувства ревности к мужчине. И почему я не доверяю полностью мужчине, думаю, вдруг он другой, как отвязаться от этого. Приходите, пожалуйста, на терапию. Вы на прошлом эфире этот же вопрос задавали, говорили, что он младше вас, да, насколько я помню. То, что вы ревнуете парня, то, что он младше вас и хотите на себе его женить, это говорит о том, что вам надо работать над собой, над своей самоценностью, над чувством достоинства. Муж очень строгий по отношению к детям, агрессивный метод. А вы какая? При этом вы какая? Что предпринимаете? Почему вы допускаете, чтобы детей муж агрессивно воспитывал? Почему муж вас не слышит? Почему он вас не уважает? Енеміз бәрін саған артса тап, сен жасайсың, барын ол болды, бары сол жұмыс жасап жүр ғой, не істейді, ақшасы жоқ болса, ал жоқ менде де, ал мен деп міндетсін бе, мен үй алып жатырмын деп, конечно, ол өзін жаса дейді балам. Сіз, короче, сіз кәдімгі ене, муж, сіз треугольникта жүрген адамсыздар. Енелеріңіз күйеуіңізге спасатель, күйеуіңіз жертва, сіз қазір оларға тирансыз да. Оңбаған қатын, жұмыс істеп жатыр, ақшасын міндетсіп жатыр деген сияқты. Почему вы допускаете, чтобы сіздің екеуіңіздің қарым-қатынасыңызға енеңіздің кіргенін? Такое ощущение, как будто мына бір ортада бір кішкентай баланы, он не мужчина, как будто он мальчик, да? Екі мамасы екі жақтан жыртып жатыр да. Сіз айтасыз жұмысқа шық дейсіз. Ол айтады шықпайды жұмысқа, оның шамасы жоқ, ол өзі байғұс бейшара деген сондай бір позицияда жүрсіздер да. Получается, у вас нету мужчины. У вас просто есть мальчик, а вы мама. Вы вдвоем синешкой деретесь за этого мальчика. Жолдасымның претензиясы көп, әйтеуір еш жерім ұнамайды. 25 жыл болды, алысып келе жатқаныма балдар өсті, амал жоқ, өмір сүріп келе жатырмыз екеуміз. Вот это вот қараңыздар, 25 жыл амал жоқтан өмір сүру. При этом осы атмосферада дети растут. Дети растут в этой атмосфере агрессии, обиды и претензии. Это вообще нормально. Мынаны қараңыздар, даже гүлдің өзін отырғызған кезде, егер үйдің атмосферасы жаман болса, ол гүл солып қалады, сарғайып қалады. Ал сіздердің бала шағаңыздың денсаулығы, энергетикалық ауралар, мысалы, психикасы бәрі не болып жатыр? Болмайды ғой, сабыр емес бұл сабыр емес, бұл ынжықтық, бұл просто бездейственность, понимаете? Амал жоқ өмір сүріп жатырмыз деген нәрсе болмау керек та. Маған былтыр 58 жастағы бір кісі келген, наставничествоға келді, ол кісі осындай сұрақпен келді. Сол кезде, когда мы с ней поработали, күйеуімен емес, альхамдулилля, қазір она очень благодарна. Бала шағасымен де қарым-қатынасын жөндеді. Көбінесе еркектің претензиясы көп қандай әйелге, когда әйелдің өзіне претензиясы көп, когда женщина собою недовольна, и күйеу оны зеркалить етеді. Егер сіз өз-өзіңізге көңіл толатын әйел болғанда, сіз күйеуіңіздің бұндай давлениясына, жей беруіне, сізді қазбалай беруіне, сізді шұқылай беруіне сіз 1 минутта шыдамас едіңіз. Өзін сезбейтін әйел, осындай андай. Қыздар, помните, мен анау принцесса на горошине деген ертегін айтып едім ғой, давайте мен соны айтып берейінші. Бір королевствода, общем, бір күні қатты жаңбыр жауып кетеді, дауыл соғады да. Содан қақпасы тарсылдайды. Король барып ашса, бір қыз тұр дейді да. Су дейді үсті басы. Соны айтады, мен сіздің хандығыңызға, королевствоңызға қонып шықсам бола ма дейді да, сіздің замағыңызға. Мен адасып кеттім дейді. Сонымен король как раз өзінің ұлына жар іздеп жүреді. Содан ол келген қызды тексеру үшін не істейді? Ана 40 қабатты төсек салады да, соның астынан андай кішкентай горох бар ғой, горошина, соны сап қояды. Соның кейін таңертең тұрғаннан кейін сұрайды, қалай ұйықтадыңыз деген кезде принцесса айтады, все было хорошо, но был какой-то дискомфорт деп айтады да, как есть айтады да. Яғни, ойбай, бәрі керемет, жоқ, әуре болмаңыз деп, біздің қазақтың әйелдері бар ғой. Жоқ, рахмет, жоқ, әуре болмаңыз, бәрі күшті болды деп ше. Ұнаса да бәрі күшті деп айта береді. Лишь бы ана бетіндегі хорошая девочка деген маскасымен. Сон анау как есть айтады да, был какой-то дискомфорт, соған дөңбекшіп ұйықтай алмадым деп айтады да. Сол кезде король айтады, ты настоящая принцесса дейді. Мен сені өзімнің ұлыма әйел ретінде алып бергім келеді дейді. Енді сіздерге сұрақ, неге король сондай, қайтсам екен, неудобная, былай айтқан кезде қарасаңыз, принцесса, она же неудобная.
Ол айтқан жоқ қой, жоқ маған бәрі де болады деп айтқан жоқ. Неге ол неудобная қызды өзіне келіндікке алды? Ал сіздер ше, анандай принцесса емессіздер. Сіздер сондай ана қап бұршақтың үстіне жатқызса да, сіздер соған төзіп жата бересіздер. Бәрі нормально, бәрі дұрыс. 25 жыл бойы сіз соны төзіп жүрсіз да. 25 жыл бойы сіз қап бұршақтың үстінде ұйықтап жүрсіз. И при этом вот эту атмосферу, вот эту ауру, ваше настроение чувствуют ваши дети. Давайте теперь ответьте, пожалуйста, жауап беріңіздер. Неге ол король именно осындай кішкентай бұршаққа да төзбейтін принцессаны өзіне келін қылып алды? Так, давайте я сама расскажу. Қыздар, қараңыздар. Король это королевство создавал не один год. Яғни ол осы королевстваны қаншама жылдар бойы тұрғызды, е? Енді ол ұлына береді, но ұлды былай бұрып отыратын кім? Әйел, е? Вот представьте, оның қаншама еңбегі, маңдай терін, е? Мыңғырған малын, былайша айтқанда, қазақтарша айтқан кезде, қаншама қап оның байлығын, барлығын ол ұлына тастайды, и оның қасындағы әйел битіп айтатын болса ше, жаңағыдай ше, и жаным қиналмай-ақ қойшы, әкеңнен қалғанымды жеп жата береміз да, пойдет бізге осы деп, жаңағы сұрап жатыр ғой, жаңағы еркек айтады, шүкірет деп, шешесі шүкірет деп айтады деп, сондай бір удобная әйел болып сөйтіп айтатын болса, әкеңнен қалды ғой, жетеді осы, не болды сонша жұлынып ше, бәріне төземмен ше. Главное, бір күн жейтін тамағымыз бар ғой деп, әйел ештеңені уайымдамай, сол қап бұршақтың астында ештеңені өзгертпей, ештеңе требовать етпей жата беретін болса, ана корольдің ұрпағы құрайын деп тұр ғой. Корольдің ұрпағы қайыршыға айналайын деп тұр да. Понимаете? И ол специально осындай қызды алды, который күйеуіне битіп айтады да, айналайын, бүгінгі төсек что-то неудобный. Давай сен маған нормальный ортопедический матрас алып бер. Айналайын, мен квартирада қаңғып жүргім келмейді. Біздің бала-шағамызбен біз нормальный өмір сүргіміз келеді. Біз дәмді, сапалы тамақ жегіміз келеді. Айналайын, мына жатсың болмайды деп отыратын, кәдімгі бір жерін түрткілеп, құйрығын бұрап, шұқып отыратын әйелді алып берді да, потому что король, он умный. Он умный, он знает, что ұлына хандықты, королевстваны қалдырғанмен де, ертең оның ұлын басқаратын әйел екенін біліп тұр да. Оны өсіретін, құйрығын бұрап отырып, маған анау керек, мынау керек деп, королевстваны ары қарай жалғастыратын, мұрасын жалғастыратын ол ана әйел екенін біліп тұр ғой. А біздің қазақтар не істейді? Жоқ, ештеңе етпейді, жоқ, ештеңе батқан жоқ, рахмет ойбай, өстіп, көрпе төсек салып, бір күн үйлеріңізге қондырғанның өзі қаншалықты. Жоқ, ештеңеге әуре болмаңыз деп. Сосын ертең сол ана корольдің ұлына үйренгеннен кейін не істейді? Кәдімгі домработница болады да, домработница болады. Понимаете? И біздің қоғамда осы еркектер удобный әйелді көтере алмайды. Оларға жалқау еркектерге удобный әйел керек. Ал басы істейтін, ақылы бар, болашағын ойлайтын, халқының болашағын ойлайтын, дамуды ойлайтын нормальный еркектерге осындай неудобный королева әйел керек та, которая будет говорить: я это хочу, я то хочу, жаным, я хочу вот это. Сосын күйеу айтады, қой, жата беруге болмайды. Мына әйелге жағдай жасау керек. Я дұрыс айтасың. Потом, понимаете, қыздар? Сонда күйеу өсу үшін, табыс табу үшін әйел адам жұмыс жасамай үйде отыру керек пе? Әлде тапқан тек өзіне жұмыс. Әйел адам еркекті жатқызып қоймай требовать ету керек, оны жоғалтып алудан қорықпау керек. Өзінің қалауын айту керек. Ойбай, жатыр деп жүре бермейше, бәріне көніпші, бүкіл жүкті арқалап алыпшы. Айту керек, или сен баланы тапқыздың, сен
жасырайсың, осыларға жауапкершілік аласың, айналайын. Ішіп, қуып, ойнап, там лағып, қатынға барып жүру деген жоқ. Сен мына баланы таптырдың ба? Болды. Егер от природы не пахыр болса, ондай жігітке күйеуге шықпау керек болатын, понимаете? Дым қиналмаған, дым жасатпаған еркектен не күттіңіз сонда сіз? Не ойладыңыз? Менің бала шағамды кім асырайды деп ойладыңыз? Зачем вы тогда женились? Тогда не надо было бір суррогатный болып, или там экомен бір баланы көтеріп алып таба беру керек еді. Вот вы странные, да, қыздар? Я, сіздер енді Санира ханым айтты деп барып дүңк еткізбей емес, жайлап әдемілеп айту керек, жеткізе білу керек. Конечно, надо просить, надо уметь просить, қыздар. Ойбай, менің күйеуім мен тастап кетпей ма, мен бүйтпейм ба, мен сөйтпейм ба, ойбай, мен жағызға қалмайым ба, бала шағам әкесі қалмай ма деп, ана жерде тиран еркекті де шыдайды, ойнайтын еркекке де шыдайды, шетін еркекке де шыдайды. Неге сіздер балаларыңызды ойламайсыздар? Сол қоғамда өсіп жатқан бала шағаны кім ойлайды сонда? Әйел байдан айырып қалуға қорқады, бай комфорттан айырып қалуға қорқады. А балалардың не жазығы бар сондай семьяда туған? Так, түсінікті ме? Бір жұмыс жасайды, күйеуім соған мәз, мен 2-3 жақтан табыс табамын, енді өзім қиналып. Вот қиналмаңыз. Өзіңізді сыйлатып үйретіңіз. Үйрете алмасаңыз терапияға келіңіз. Қыздар, знаете, откуда берутся удобные женщины? Удобные женщины берутся из удобных девочек, которых в семье воспитали очень удобными. Аузыңды жап, артық күлме, артық айғайлама, бетіме қарап сөйлеме, қарсы сөйлеме, айтқанды істе деп отырған қыз балалар ертең тура сондай еркек тауып алады. Я слишком удобный болып кеттім, өзім ойластырып отырам, былай жасайық деп жатпайды, пысық, бірақ претензия көп, шет нерв тоздырып, тиран бала шағашын ұят болады деп жүрмін. Күйеуге қалай сыйлық бергіземіз? Күйеуден сыйлық алмас бұрын бірінші сыйлатып үйретіңіздер, қыздар. Вот сыйлық деген не ол? Сыйлық деген не? Ну, хорошо, гүл берді, 2 күн тұрды, өкпалды, но при этом ваше состояние каково? Сіз сыйлық арқылы қандай потребностіңізді жапқыңыз кеп жатыр? Что вы хотите заменить с подарком? На самом деле, сыйлық та керек, я, қыздар, но сыйлықтан бұрын сыйластық керек қой. Мен естіген, мысалы, бір еркек бар екен де, әйелі до того, анау кішкентай кездерінен, мысалы, тек қана әке-шешесіне материальный ғана алып, жан дүниенің қалауын алмаған қыз балаларшы, осындай болады, только сыйлық бере салса болды дейді да. Сыйлық бере салса болды. И бір келіншектің күйеуі кәдімгідей гулять етеді екен де, прям по-черному ше. И күйеуі оны жасырмайды екен, әйелі де біледі екен. Әйеліне ол еркектен керегі только ақша екен. Кәдімгі міне столға ақшаны тастайды екен де, все, мен кеттім деп жүре береді екен де. Сонда это нормально деймін да, әйел получается өзін мына дүниеден де құнсыз қылып тұр ғой. Күйеуіңіз сыйлайды, бірақ сыйлық жоқ. Негізі қыздар, сыйлаған адам сыйлықты береді негізі. Значит, дұрыстап сұрай алмайсыз. Значит, нақты не қалайтыныңызды өзіңіз жеткізе алмайсыз. Мысалы, бүйтіп сұрайды әйелдер. Как же я скучала по вашим разносам дейді. Бізде қыздар бүйтіп сұрайды. Маған бір күшті букет гүл берші деп айтады да. Ал еркектің миында букет гүл деген ол қандай? Ана рекламадағы сияқты, там Pinterest'тағы сияқты, кинодағы, там рилстардағы, блогерлардың сторисындағы сияқты 100 букет гүл деп ойлайды да. Понимаете? Поэтому еркекке нақтылап айту керек. Мысалы, маған хотя бы 5 штук роза гүл, немесе 10 штук роза гүл, 1 штук гүлдің бағасы 1000 теңге, 10 штук роза гүл 10.000 теңге тұрады деп айтсаңыз, еркектің миы сол кезде ғана жұмыс жасап бастайды. Еркекке конкретика керек ше. Мен де бұрын удобный әйел болғанмын, бүгін 10 минуттық жерді жаяу жүрме деп таксимен жүр деп. Ой, машалла, керемет, классно. Маған да ақша болса болды дейді. Қыздар, ақша болса болды дейтін адамдар Алланың берген жан дүниесін ақшадан да төмен санайтын адамдар ше. Понимаете, не надо быть такой, знаете, продажный болмаңыздар, қыздар, өтініш сіздерден. Цените свою душу. Жан дүниесін сыйлаған адамға ақша келеді. Бірақ ақша, ол, пока вот ақшаны қараңыздар, ақша, ол қазір сізге
Ну ладно, когда вы хотите ездить за город, за границу, керек ақша. Ол жаққа бардыңыз, хорошо. Ақшамен қалауыңызды алдыңыз, хорошо. Там білмеймін, қалаған тамағыңызға тойдыңыз, қалаған киіміңізді кидіңіз. Но бәрібір мына жеріңіз тынышталмайды ғой одан. Потому что душаның қалайтыны ол ақша емес. Маған күйеуім лучше гүлдің ақшасын берейінші дейді. Ну хорошо, сами себе покупайте тогда. Продажный болмау үшін надо ценить свою душу. Вот смотрите, я извиняюсь, что я так назвала, сондай сөзбен айтып жатырмын, продажный деген. Но просто не надо ставить выше ценность ретінде жан дүниені емес, ақшаны жоғары қойып керек емес. Маған ақша болса болды, ол өтірік қыздар. Ақша болса болды деген нәрсе өтірік қыздар. Ақшаға алатын нәрсені аласыз, бірақ жан дүниенің тыныштығын бәрі ақшаға сатып аламайсыз. То, что вы покупаете за деньги, это суррогатные радости, любовь, уважение. Эти вещи за деньги не покупаются. Понимаете? Воспитание детей это не покупается. Есть более важнее вещи, чем деньги. Ақша да керек, бірақ бәрінен оны жоғары қоймай ақ қойыңызшы.